Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа озор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы. Қандай керемет тамаша. Мінекей. Оң бет осындай болса, теріс беті ме екен мынандай. Мінекей, көрдіңіздер, қандай керемет тамаша, иә? Бұл озорменен кардиган, жемпір, жилет бәрін тоқса да болады. Көктемде жемпір тоқып, жазды күні кофта тоқса да болады. Мінекей, қандай керемет тамаша, иә? Енді бұл озор өзі бар болғаны 14 қатардан және 10 көзден тұрады. Бар болғаны сол, мінекей. Тоқылу да өте оңай. Ал кеттік ендеше. Бүгін осы озорды тоқып көрейік. Енді ақ жіппен көрейік қандай болатынын. Мына жерде ақ жіппенен 23 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал кеттік енді көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Озорымыздың бірінші қатары. Бірінші көзді іліп аламыз. Сөйтеміз, біз бұл қатарда барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей. Оңынан тоқып шығамыз, және де мына қатардың аяғына дейін. Мінекей, озорымыздың бірінші қатары аяқталды. Мінекей, көздеріңіз көріп отырғандай, мен бұл қатарда барлық көздерді оңынан тоқып шықтым. Енді озорымыздың екінші қатары. Екінші қатарда біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Сол кезде оң бетінде бұл теріс болып келеді. Мінекей. Оңынан тоқып шықтық. Және де мынау аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, біздің озорымыздың екінші қатары аяқталды. Енді үшінші қатар. Енді үшінші қатарды қараңыздар. Біз әрбір көзде, мінекей, екі қайтара жіп орап алып, мінекей, осылайынан оңғы тоқып отырамыз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейін. Екі қайтара жіп орап алып отырамыз, мінекей. Әрбір көзде, мінекей. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Енді дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Сонымен үшінші қатарымыз аяқталады. Мінекей, біздің озорымыздың үшінші қатары аяқталды. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда біз бұл көздердің бәрін оңынан тоқып шығамыз. Мінекей. Сол кезде мынау көздер үлкен болып шығады. Мінекей. Дәл осылай тоқисыздар. Оң қылып. Мінекей. Біреуін іліп алдыңыздар, оңып тоқып, екіншін босатып жібердік. Біреуін оңып тоқыдық, екіншін босатып жібердік. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, дөй-дөй көздер болып шықты. Енді дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. Біздің озорымыздың төртінші қатары аяқталды. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай күшті керемет болып жатыр. Мінекей. Үлкен көз болып. Мінекей. Енді бесінші қатар. Бесінші қатарда біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, озорымыздың бесінші қатары аяқталды.
Мінекей. Барлық көздерді біз оңынан тоқып шықтық. Енді 6-шы қатар. 6-шы қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 6-шы қатарда аяқталды. Енді 7-ші қатар. Бірінші көзді іліп аламыз. Сөйтеміз да, бір теріс тоқимыз. Бір жіпті іліп аламыз. 3 оң. 1, 2, 3. Енді мына 3 көзді үшеуін біріктіріп, үшеуін қысқартуымыз керек. Және де мына ортадағы көз ортасында қалу керек. Ол үшін 1 мен 2-ші көзді екеуін орындарын ауыстырамыз. Мінекей. Сөйтеміз де 3-ші көзді де қосып алып, үшеуін оңғып тоқып, қысқартып жібереміз. Мінекей. 3 оң. 1, 2, 3. Бір жіпті іліп аламыз. Бір теріс. Бір жіпті іліп аламыз. 3 оң. 1, 2, 3. Мінекей. Енді тағы да мына 3 көзді үшеуін біріктіріп қысқартатын боламыз. Ол үшін әуелі 1 мен 2-ші көзді екеуін орындарын ауыстырып, 3-ші көзді де қосып аламыз да, үшеуін бірге оңғып тоқып, қысқартып жібереміз. 3 оң. 1, 2, 3. Бір жіпті іліп аламыз. Бір теріс. Осымен узорымыздың 7-ші қатары аяқталды. Мінекей. Көрдіңіз ғой, мына жерде де үшеуін бірге қысқарттық. Ол мына, мінекей, мына жер. Мына жерде де қысқартып отырамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Мінекей. 7-ші қатар аяқталды. Енді 8-ші қатар. 8-ші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей. Барлық көздерді. Дәл осылай осы қатардан аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 8-ші қатары аяқталды. Енді 9-ші қатар. 2 теріс. 1, 2. Бір жіпті іліп аламыз. 2 оң. 1, 2. Біз тағы да мына жерге 3 жіпті қысқартатын жерге келдік. Тағы да орындарын ауыстырамыз. 1 мен 2-нің. Мінекей. 3-ші көзді де қосып аламыз да, үшеуін бірге оңғып тоқып қысқартып жібереміз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Ортада қалды. 2 оң. 1, 2. Бір жіпті іліп аламыз. 3 теріс. 1, 2, 3. Бір жіпті іліп аламыз. 2 оң. 1, 2. Тағы да біз мына 3 көзді бірден қысқартатын боламыз. Әуелі 1 мен 2-ші көзді біз екеуін, мінекей, екеуінің орындарын ауыстырып, 3-ші көзді қосып алып, үшеуін бірге, мінекей, оңғып тоқып қысқартып жібердік. 2 оң. Мінекей. Бір жіпті іліп аламыз. 2 теріс. Мінекей, осымен узорымыздың 9-ші қатары аяқталды. Мінекей, узор көрініп келе жатыр, иә? Мінекей. Енді 10-ші қатар. 10-ші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей. Дәл осылай
осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 10-шы қатарда аяқталды. Енді 11-ші қатар. 3 теріс, 1, 2, 3. Бір көзді іліп аламыз. 1 оң. Мына жерде мынау 3 көзді үшеуін қысартатын боламыз қазір. Ол үшін 1 мен 2 көздің екеуін орындарын ауыстырамыз. 3-ші көзді қосып аламыз да, үшеуін оң тоқып қысартып жібереміз. Мінекей. 1 оң. Бір жіпті іліп аламыз. Енді мына жерде қарап жіберейік. Іліп алған жіптермен қоса, мына жерде біз 5 көзді терісінен тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей. Мінекей, көрдіңіздер ғой, бұл мына жердегі узор болады, мыналар. Ары қарай кеттік. Бір жіпті іліп аламыз. 1 оң. Мына 3 көзді біз қысқартамыз. Әуелі 1 мен 2-нің екеуінің орындарын ауыстырып, 3-ші көзді қосып аламыз. Және де үшеуін бірге оң қылып тоқып қысартып жібереміз. 1 оң. Бір жіпті іліп аламыз. Қалған 3 көзді терісінен тоқып жібереміз. Мінекей, узорымыздың 11-ші қатары аяқталды. Енді 12-ші қатар. 12-ші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 12-ші қатары аяқталды. Енді 13-ші қатар. Узорымызды бір көріп алайық. Мына жерде біз 4 көзді терісінен тоқиды екенбіз. 1, 2, 3, 4. Мінекей, бір жіпті іліп аламыз. Енді мына 3 көзді үшеуін бірге қысқартамыз. Ол үшін 1 мен 2-ші көзді біз екеуін орындарын ауыстырып, 3-ші көзді де қосып алып, үшеуін бірге оң қылып тоқып қысартып жібереміз. Мінекей. Бір жіпті іліп аламыз. Енді мына жерде 7 көз. 7 көзді біз қазір терісінен тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бір жіпті іліп аламыз. Мына 3 көзді біз қазір оң қылып тоқып қысқартып жібереміз. Мінекей. Бір жіпті іліп аламыз. Қалған 4 көзді біз терісінен тоқимыз. Мінекей, осымен узорымыздың 13-ші қатары аяқталды. 14-ші қатар. 14-ші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқитын боламыз. Мінекей. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқимыз. Мінекей, узорымыздың 14-ші қатарда аяқталды. Мінекей, жаңа айтқанымдай, бұл узор өзі бар болғаны 14 қатардан тұрады. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай керемет тамаша, ақ жіппенен күшті болады екен. Жіңішкелеу жіп болса, жазуына ақ кофта тоқуға болады. Көктемде жемпір тоқуға болады. Қандай керемет тамаша. Енді тура бірінші қатардағыдай қайттан қайталайтын боласыздар. Оң бетінде оң қылып, теріс бетінде тағы да оң қылып, 3-ші қатарында жаңағы бір көзден 2 орамменен осылай әрі қарай жалғастыра бересіздер. 2 қайтара орап. Сол кезде естеріңізге түсетін болады. Керемет, тамаша. Ал енді үлкен тоқымамызды көрейік. Мінекей, қандай керемет, тамаша. Ақ жіппенен де күшті болады екен бұл узор өзі.
Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы